Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нұржігіт Бақтай. Менің қасымда менің қасымда Қайрат. Короче, біз осы заборышке кіретін боламыз. Міне үлкен. Осы заборышке алдында бір видеода кірген болатынбыз. Монтаж кезінде елестер көрген болатынбыз. Қазір сол елестерге қарамай кіретін боламыз. Кетік па? Майыр уже. Алдыңғы видеоны көргендер білетін шығарсыздар. Айтпақшы достар, бізде қазір елестердің нөмірлері бар. Соларға звондап көретін боламыз. Әлі ештеңе өзгермепті, ештеңе. Бәрі сол қалпы тұр. Қазір осы заборышканы полный аралап шығатын боламыз. Мыналар. Не істеп соған? Абаян ай. Абаян ау. Еба! Не, баспау керек. Сүп кететін сияқты ғой. Сүп кететін сияқты ғой. Ар жақ барып көрейік. Ар жерге. Сүп кетесін ау. Еба. Қиратып атырмыз ғой. Короче, диірмен ба сондай болған. Қазір маған онша қорышты емес болып қалды. Мына жап жарық. Қазір мынаны ішін фонарик алып қойып, фонарикпен көрсетейік. Еба. Соттың түсіп кетсе бітті мына. Ана тұрба білесің. Тұрба білесің, бірақ темір білесің. Толып отыр. Мынамен бір диірменді бейт. Еба. Арпаны езіп жем жасаған ба? Мені істегі оған. Он қойып. Он ба? Жем жасты ма? Аяқтарын бәрі айбай бұлдырып тұртын ағыз. Толып тауын. Короче, осындай. Төмен жақтарда қазір елестердің нөміріне звондап көретін боламыз. Уже мурашка отыр, кішкене қоқтым. Уже заборышка өше, заборышка деген елестердің отаны ғой. Не істейсің? Абарай? Өлмекші адам ғой. Қойған. Кәдің аяқтан түсейін. Чо за есіктің? Жел ғырып тұр ғой бетті. Лесницаны қарасаңыздар, тіп-тік қой. Қоқып кетсін, арғай кетесің. Елес сияқты көрмесін ау. Қорқытайды. Чо за есік нау? Ояқы парамайымсың ай. Иді парамайымсың. Не? Шоңқы ма? Ой. Падала сияқты бір нәрсе ма деп қалдым ма? Кеттік. Нәқтында темір. Ема. Наяқта не бар екен? Төбесін көру керек. Жаңа көрдің ма бұл ішінде дым жоқ? Нағажан көрші. Нағажанға дайсын айтсақ. Ма нәйірі шыңғыр екен. Не нар? Өлген ғой. Тер. Бұзау. Ебать. Бұзаудың терісі ғой. Түсіп кеткен ба бірнәрсе болған ғой? Есе жоқ па? Қаяқ? Есі болмайды, талай жыл өтіп кеткен ғой. Осылақ түсіп кетіп шығамай өліп қалған сияқты ғой. Ояқта не бар екен? Шұңқыр дым жоқ. Ояқтың өзі апасын үгітіліп тұрған әйер. Еба! Елестерге сонда көретін біз. Ема. Давайте мынаны тұрбаны түсіріп көрейік. Мен көрейін, сіздер көресіздер. Дала бұндай суық емес, мына суық қой, тұрасың. Қатып қалады. Бүйті айландырып мұжт тұратын болған ба, бірнесі болған ғой, сондай ағаштар ма? Ағаш. Давайте достар, қазір звондап көрейік. Достар, қазір бірінші момоға звондап көретін боламыз.
аты әлемге әйгілі Момо. Мін нөмірі сенбесеңіздер. Қазір фокус істемей кетті оны. Мін нөмірі. Қазір звондайық. Ой. Набрали неправильный номер. Пожалуйста, повторите набор снова. Осы Момо өтірік деп тұр едім. Өтірік екен ғой. Ана интернеттен алдым, сол нөмір тура. Сізде де звондап көрсеңіздер болады. Енді кім нөмір еді? Үрейдің номері бар еді. Мына нөмір бар қазір. Сіздерге көрсетейін оны да. Тонга. Қоңырау шалуға қаражат жетпейді. Бірінші кезің бірінші. Міне осы нөмір. Қазір звондап көреміз. Да, ну. Үш қалай үрейдің? Тонга деген не мемлекет, қай қала, қандай мемлекет ол? Білсеңіздер комментарий жазып кетіңіздер. Так өшіріп тастай береді. Давай деп. Біздің бақыттан звондап еді ғой, бір 666 деген нөмірге ше. Короче, сол 666 нөмірге звондап көрейік та. Білесің бе? Я үшін 666 деп жазсам болды. 666. Ай, 666. Плюс жоқ па? Жоқ, ешен жоқ. Звондап бір. Көңіл порталына қош келдіңіз. Қызметтің бағасы күніне 20 теңге. Құрбат. Не өкет бұл? Зымбақшан звондан келсе бір үндемей біресе деп біресе дауыс шығып тұрған видеосын көрген шығарсыздар. Тағы мынандай нөмір бар еді. Біріншісі 0 8 рет 8-ді бас. Қанша рет? 8 рет 4 дай тағы 6, 7, 8. дай звонда. Осы нөмір бар еді. Интернеттен көрген бұны да. Нөмірді қайта теріп көріңіз. Вы набрали Чо неправильный за? номер. Интернеттен аған соның бәрі звондалып, барлығынан звондалып тұрған видеоларында. Осыдан звондап көр. Осыдан интернетте тұрған бір. Өтірік маңында. Өшіріп тастап жатыр мынаны. Достар, короче, интернеттен аған нөмірлеріміз барлығы өтірік болып шықты. Жаңа видеоны тыста звондап көрдік, бәрі аңмайды шын. Өшіріп тастап видео бұл нөмірі. Қате тердіңіз деп шыға береді. Біз қазір осы заводшкада эксперимент жасайтын боламыз. Өткенде тура осы жерден бір елестер көрген болатынсың. Осы жерден елес болған болатын. Өткенде дегенде 1 жыл барым ба? Қашан? Бір жыл. Қазір ар жақтарға бір осы камераны қойып кететін боламыз. Сосын бір 5 минуттан кейін ба. Өтті ешак. Сол елесті түсіріп көретін боламыз. Кәмі осы жерге ма қойып кетейікші? Не біле? Айбей. Есті қойып кетейік мынау. Жерге қойын, жота анау. Жота не толып тұр. Артына не біле? Тас қойық. О, нормально. Ой, нормально, давай, кеттік. Егер де елес көрсеңіздер, комментарий жаза кетіңіздер. Комментарий. Достар, жаңа камераға бірдеңе түсті ма, түспеді ма білмеймін. Комментарий жазып кетіңіздерші. И достар, бізде қазір бір идея бар. Қазір осы жерде көзімізді жұмып отырмыз и камераны алдымызға қойып қоямыз. Паника болады 100%. Қасында біреу жүрсе еді. Осылай көзімізді жұмып отырмыз жерде. И қасында бір адам естіп тұрғандай болады. Бүйтіп тұрғандай болады. Короче, сондай болды қазір. Біз жан-жағымызда не болып жатқанын көрмейміз, сіздер көретін боласыздар.
Ал давайте қазір камераны қойып қойын. 1, 2, 3. Жоқ қоймамыш. тура өткенде елес тура жаңағы өткендегі елес шыққан жерден дауыс шығып отыр. Мурашып кетті дейді. Тағы көрейік. Жан-жағымыздан бір елестерді көріп қалсаңыздар комментария жаза кетіңіздер. 1, 2, 3. Шақтар естілген ол. Жүрбей сияқты серьезно ше. Серьезно біреу жүріп жатыр. Біртүрлі дауыс естілді. Адам шақтар естілді ғой кәдімгідей. Камера сіздерге естілді ме естілмеді ме білмеймін. Тура мына жерден естіріп көрейін сіздерге. Жақындап едік шықпай қалды. Жаңа шығып атқан көзімді жұмған кезде. Ана жаққа қарсы. Мына ана шұңқырдан что-то шығып отыр ғой деймін. Сол жерде бір нәрсе болған ба? Нема. Ох. Біртүрлі дауыстар шығып отыр что-то. Подвал ма деп ойлап қалғансың ғой. Что-то мына темірдегі бір нәрсе жазып кеттім. Курит. Нен плюс деп мен кент па не білем не жазып тұрған бәрі су деп еді. Достар, мына жақтан қазір екі комнатаны көрсеткен жоқпыз. Қазір көрсетейік сіздерге. Қызық болып тұрған шығар. Фонарьктар ғой, фонарь. Че сонда? Фото сурет қойып қойған ба? Ағаш. Не да айкым, чоза айкым, но. Шегеміз ба? Да, ну. Ар жағына кірейік, ар жағына. Мана. Да, ну. Мынау әлі тұр. Ана газет. Жаңа газет қой мынау? Газетті көрдің бе? Жаңа газет қой. Болған сияқты нәрді. Камера созуға оқытым, что-то. Да, ну. Аңғарсай. Ана киім ба, не бір ана? Тақтай какой-то доңғалақ, тастар. Осы сен-ақ жүрегім шырып бітіретін болдым. Құрсын шығайықшы, наверное. Ой, шоштап бітірді. Еще күн суық елмай. Ішінде жүріп по-любому. Біз, короче, қазір ар жақтан кішкене заборышкеге баратын боламыз. Кішкене үй. Мен сіздерге көрсетейін. Мынау несі анау, несі ар жағында бар. Сояққа кіріп көретін боламыз. Жақындаған соң жалғастыратын боламыз. Короче, келдік. Мына что-то бұрышты қиырап жатыр. Ішінде дым жоқ сияқты. Қызық ештеңе жоқ. Ема дым жоқ, наверное. Теп-тегіс. Мына үйдің кіретін жері бар ма? Бәрі терезелерін бәрін бітеп тапты. Азада дым жоқ. Осы үйге кіріп көретін боламыз. Мынаған. Құлып бар ғой неге. Терезелер жоқ. Терезелер бәрі темір қойып тұр. Камераны салайын сіздерге. Мен көрмеймін, сіздер көресіздер. Комментар жазып кетіңіздер, не бар екен. Достар, бүгінгі видеомыз соңына жақындап қалды. Егер де осы видео ұнаса не істеу керек екенін білесіздер, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер және комментарияға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Нұржігіт Бақтай және сау болыңыздар.